Бар болғаны 5 минутта осындай өте тәмді балаларыңыз сүйсініп жейтін пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдымен әдісімізге вареный сгущенкамызды саламыз және оның үстіне қаймағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кремді жақсылап араластырамыз біркелкетіп. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беруді ұмытпаңыздар. Дайын болған креміміздің үстіне осындай балық печеньелерін саламыз. Печеньелерімізді жақсылап араластырамыз. Бар болғаны 5 минутта ғана дайындайсыздар. Өте дәмді болады. Міне біздің печеньелеріміз жақсылап араласты. Дайын болған печеньелерімізді формамызға жайғастырып аламыз. Менде осындай дөңгелек форма. Барлығын ішіне жақсылап саламыз. Және бетін тегістеп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз дайын. Енді осының үстіне қалған қаймақтарыңызды жақсаңыздар болады. Менде осындай үйде 2 дана киви бар, соны турап бетіне әсемдік үшін орналастырдым. Дәл осылай видеода көрсеткендей етіп орналастырып шығасыздар. Қараңыздар, түрінің өзі қандай әдемі болып шықты. Енді дайын болған пирогымызды бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Міндетті түрде пирогтың бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Міне 1 сағат уақыт өтті, біздің пирогымыз дайын. Өте әдемі болып бірігеді біздің пирогымыз. Балалардың сондай сүйсініп жейтін пирогтары дайын, қанты аз, өте ағзаларына пайдалы. Міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар. Өте оп-оңай кесіледі, жұп-жұмсақ. Қараңыздар, барлығы біріккен. Үстіне шоколад сеуіп жесеңіздер де болады. Өте дәмді әрі тез жасалатын пирогтардың бірі. Осындай әсемдік үшін безесеңіздер де болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңызда. Осымен біздің пирогымыз дайын. Егер де ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтар